Сәлем достар, біз бүгін сіздермен бірге коржиктар жасайтын боламыз. Ол үшін бізге жарты литр айран, бір жұмыртқа, бір ас қасық ас содасы, разрыхлитель және де осының барлығын араластырып аламыз. Содан кейін 400 грамм қант қосамыз. Қантты ерігенше дейін осылайша қойып қоямыз. Ал содан кейін 100 мл сұйық май қосамыз. Сосын барып, осының барлығын араластырып аламыз. Араластырып атқан кезде ақырындап ұн қоса беретін боламыз. Осындай қамыр болып шығу керек. Содан кейін осы қамырдың үстін жауып қоямыз. Содан кейін көтерілгеннен кейін оның екіге бөлеміз. Содан кейін бір бөлігін алып, оны илейтін боламыз. Өте қатты жұқа да емес, өте қатты үлкен емес, осылайша илеп аламыз. Содан кейін менде осындай формалар бар. Сол себептен мен осындай формадан жасадым. Ал сіздер немесе басқаша формада, немесе жай ғана төртбұрыш тығып жасауларыңызға болады. Осылайша формаға жайғастырып алдым. Ал ендігі бізге бір жұмыртқа керек болады. Сол жұмыртқаны осылайша жағып өтеміз. Содан кейін осылайша шанышқыны алып, яғни вилканы алып, осылайша өтеміз. Ал біз оны духовкаға жібереміз. 40 минут 180 градуста қыздырып алып,